Таразда тұңғыш рет қасиетті қазақ елі халықаралық өнер фестивалі өтті. 2 күн бойы өнер додасында елімізден бөлек 8 мемлекеттен келген қандастарымыз өз таланттарын паш етті. Ұлттық өнерді дәріптеген байқау жайлы Нұрдос Болатұлының материалы. Заңғар еркін Монғолияның қазағы бүгінгі өнер бәйгесінде тарихи толғау термесін төгілдіріп орындады. Баян-Өлгей аймағындағы 130 мың қандастың үмітін арқалап келген термеші бұған дейін де талай өнер додаларында көрерменнің ықыласына бөленіп жүлдегер атанған. Әрине қобалжу толғаныс бар. Дегенмен де бұл біз енді сахна, сосын бізді тәрбиелейтін халық, сол үшін басты халыққа ұнаса осы Тараз жеріне біздің әніміз әуелесі, бұл бақыт деп ойлаймын. Ал Ираннан келген Челак Халифек кілем тоқудың хас шебері. 10 саусағынан өнер тамған ісмер қолөнер көрмесіне өзі тоққан бұйымдарын алып келген. Шебер тігіншілікті әжелерінен үйреніп, ұрпақ сабақтастығын жалғастырып келемін дейді. Мен апаларым үйретті ғой. Өзі үлкен әпкелерім бар. Содар кішкентай кезімнен үйретті. Мынаны бүйтіп етерсің, сөйтіп не қыларсың деп. Содардан үйренгенім. Мына гүлім деген, ана диварға асатын мына біреу, Қыжыбекмен төлеген. Отандастар қоры бірнеше жыл бойы шет елдегі қазақ жастарына арналған дәстүрлі жобаларды ұйымдастырып келеді. Оның негізі ұлттық өнерді жаңғыртып жастардың жолын ашу. Бүгінгі байқауға Түркия, Иран, Монғолия, Қытай, Украина, Өзбекстан секілді бірнеше елден келген жастар төл өнерді, ұлттық дәстүрді көпке насихат етті. Бұл жобаның мақсаты шетелде тұрып атқан этникалық қазақтардың, солардың арасына шыққан талантты өнерпаздарды табу, оларды қолдау білдіру, олардың өнер жолын ашу, және сол елдегі этникалық қазақтардың өздерінің ұлттық өнеріне ие болу, соны дамыту. Ән әуелетіп жыр оққан қолөнерді жанына серік еткен талантты жастар 4 аталым бойынша марапатталды. Бас жүлде иегері 1 миллион теңгені қанжығасына байлады. Тараздан Нұрдос Болатұлы, Ғани Айдарқұлов, Қазақстан ұлттық арнасы.